Түймебай Әшімбайұлы Әшімбаев 1918 жылы 20 мамырда Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңақоғам селолық округінде дүниеге келген. Ғалым, экономикалық ғылым докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбегін сіңірген ғылым қайраткері. Отан соғысына қатысқан. Соғыс аяқталған жылы ұлтшыл деген жалған айыппен тұтқынға алынып 6 жыл саяси қуғын-сүргіннің азабын тартқан. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарынан кейін еңбек жолынан қатардағы экономист болып бастаған академик Түймебай Әшімбаев еліміздің ғылымына қосқан сүбелі үлесі зор. 1958 жылы еңбегін СССР экономика институтында кіші ғылыми қызметкерден бастаған ғалым, 1963 жылы институттың ғылыми хатшысы, 1965 жылы бөлім меңгерушісі, ал 1967-1973 жылдары директорының орынбасары дәрежесіне дейін көтерілді. 1973 жылы экономика институтының директоры болып тағайындалды. 1988 жылға дейін 15 жыл осы міндетті қалтқысыз атқарған ғалым 1990 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып сайланды. Ғылым жолында Әшімбаев 400-ден астам ғылыми еңбек, соның ішінде 19 іргелі монография жариялады. 40-қа жуық ғылыми жұмыс тікелей ғалымның редакциялығымен жарық көрген Түймебай Әшімбаевтың ғылыми кадр даярлауда өз мектебі қалыптасып, 10-ға жуық ғылым докторы мен 50-ден астам ғылым кандидат тәрбиелеп шығарды. Бүгінде ғалымның шәкірттері экономикалық түрлі салалар мен мемлекеттік құрылымдарда еңбек етуде. 2007 жылдан бастап Талақайнар ауыл мектебінде академиктің құрметіне Түймебай Әшімбаев есімі берілді. Түймебай Әшімбайұлы Әшімбаев родился 20 мая 1918 года, Жаңақоғамский сельский округ Шуйского района, Жамбылской области. Ученый, доктор экономических наук, профессор, академик Казахстана, заслуженный деятель науки Казахстана, участник Великой Отечественной войны. В год окончания войны он был арестован по ложному обвинению в национализме и подвергался политическим преследованиям в течение 6 лет. Большой вклад в науки нашей стране внес академик Түймебай Әшімбаев, начавший свою трудовую деятельность рядовым экономистом после Второй мировой войны. В 1958 году ученый начал свою работу в Институте экономики Казахской ССР младшим научным сотрудником. В 1963 году стал ученым секретарем института, в 1965 году заведующим отделом, а в 1967-1973 годах дослужился звание заместителя директора. В 1973 году он был назначен директором Института экономики. В 1970 году ученый, исполнявший эту обязанность в течение 15 лет до 1988 года, был избран членом-консультантом Академии наук Казахской ССР. На пути науки Әшімбаев опубликовала более 400 научных работ, а в том числе 19 фундаментальных монографий. Непосредственно под редакцией ученого издано около 40 научных работ. Создана собственная школа Түймебая Әшімбаева по подготовке научных кадров, в которой подготовлено около 10 докторов наук и более 50 кандидатов наук. Сегодня ученый работает в различных отраслях экономики и государственных структурах. С 2007 года школа села Талақайнар носит имя Түймебая Әшімбаева в честь академии. Түймебай Әшімбайұлы Әшімбаев was born on May 20, 1918. Жаңақорған Rural District, Шу District, Jambal Region, Scientist, Doctor of Economics, Science, Professor, Academician of the Academy of Sciences of Kazakhstan, Honor Scientist of Kazakhstan. He participated in the Great Patriotic War. In the year the war ended, he was arrested on false charges of being an anarchist and suffered political persecution for 6 years. Academician Tүймебай Әшімбаев started his career as an ordinary economist after the Second World War. Made a great contribution to the science of our country. In 1958, the scientist started his work at the Institute of Economics of the Kazakh SSR as a junior researcher. In 1963, he became the science secretary of the institute. In 1965, he the head of the department, and in 1990